Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры езілмейтін өте дәмді түшпәралар жасайтын боламыз. Яғни пельмен жасаймыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ұнымызға жұмыртқамызды және де жылы суымызды қосып, тұзымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қаттылау шығады. Тығыздығы қатты қамырды салафанға салып, демалдырып қоямыз. Кезекте салмасын дайындаймыз. Алдын ала туралған пиязымызға фаршымызды салып, тұз, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Иленген қамырымызды тағы да июын қандырып, қайтадан салафанымызға саламыз. Июі қанған қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз қатты болып иленгендіктен көп ұн сеппейміз. Қамырдың өзін жақсылап бір келкі етіп жаятын боламыз. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Дөңгелек бір келкі етіп жайылған қамырымызды енді пельменнің формасына келтіріп кесетін боламыз. Төрт-бес қабаттан кішкене етіп кесеміз. Көп қабат қамыр алатын болсақ, жабысып қалуы мүмкін қамырларымыз. Мінекей қамырымыздың қалыңдығы осындай болды. Қатты қалың емес болады. Енді фарш салмамызды салып, пельмендерімізді түйетін боламыз.
Пельмендерімізді түйіп болдым. Енді мен морозильникке тоңазытқышқа қатырып қоямын. Сорпамды әзірлегенше тоңазытқышта қатып тұратын болады. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, алдын ала туралған пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыз сарғайып бастаған кезінде етімізді салып, етіміз қызарғанша жақсылап қуырамыз. Ет қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, бірақ етпен өте дәмдірек шығады. Алдын ала туралған картобымызды салып, дәміне қарай тұз және де томатымызды салып, жақсылап қуырып, суын құйып, қайнататын боламыз. Сорпамыз бір 40-45 минуттай қайнайды. 40-45 минуттай етіміз піскеннен соң пельмендерімізді салып, тағы бір 20 минуттай қайнататын боламыз. Фаршымыз, пельменнің ішіндегі фаршымыз жақсы пісуі қажет. Бір қатты қайнағаннан соң орта отта 15-20 минут қайнатамыз. Мінеке пельмендеріміз езілмей, өте әдемі шықты. Енді кесеге құйып ұсына беруімізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға.